15 жыл істедім. Терапевт болып. Терапевт болып істедім, заведующий отделение болдым терапияның. Өкініштер болды сол кезде. Тек протокол менен жұмыс істеуге бізді үйреткен. Bir қадам былай, bir қадам Бір қадам былай, самостоятельность не должно быть у нас. Протоколымызбен емделіп атқанның ары қарай айықпағанын көргеннен кейін түңіледі екенсің. Білеміз оны түбегейлі жазып тастаған ағамызды. Бірақ онымыз дұрыс емес екен, мен оған көзім жетіп жатыр. Көру үшін әдейі осы жан мен тәннің орталығына бардым ғой. Сонда жатқанымда енді Алланың бұйрығыменен екі дәрігер бір палатада жатып қалдық. Ол кісі реаниматолог болды, анестезиолог. Сонда өзі жүрегі ауырып келіп отыр. Бүткіл іштегі ағзаларының бәрін емдеуге болатынына көзім жетті 100%. Табиғаттың алдында дәрменсіз ауру. Дәрменсіз. Емделмейтін дерт жоқ. Армысыздар, құрметті Нұрсила YouTube каналының тұрақты көрермендері. Бүгін бір ерекше түсірілім. Бізде қонақта 52 жылғы тәжірибесі бар. 72 жылы медицинасы бітірген, дәрігер болып жұмыс істеген, кейін зейнетке шыққаннан кейін кеңесші болып жұмыс істеген Әлия апамыз келіп отыр. Бұл кісі лор дәрігер, мына уха горло нос дейді ғой. Ең адамның бірінші кіретін қамалы ғой, ауыздағы тамақ, оң кейін мұрын кеңістіруге, оң кейін құлақ. Осы жағынан үлкен тәжірибесі бар әпкемізді бүгін сіздермен өз тәжірибесімен бөлісуге. Осы өмірлік жинаған қазынасы, білімі, тәжірибесі, әсіресе тәжірибесі өте көп қой. Сол арқылы сіздерге бір ақыл кеңесін қарапайым қазақтың тілімен қалай сақтану керек, осы ағзаларымыз ауырып қалмау үшін. Егер ауыра қалсақ, қандай жолмен емделген дұрыс, соған мен арнайы ат түйеде қалап әпкемізді шақыртып алдым. Сізге апай рахмет, уақыт бөліп, осылай жасыңыз келсе де, осылай келіп отырғаныңызға. Және де бұл кісі жан мен тән сауықтыру орталығына келіп, соның ішінде болып жатқан оқиғаларды көріп, соған қабылдап, мынауың дұрыс екен Ахметбек, айналайын істеп жатқаның деп, маған бірден бір демеу беріп жүрген әпкеміз. Соңғы мен көптеген мәселелерде кейде бір нәрсені білмей қалсам, осы кісіден кеңес сұрап отырамын. Соған уақытын бөліп кеңесін айтып отырады. Сол үшін де сізге алғыс. Енді өзіңіз жайлы қысқаша көрермендерге таныстырып кетсеңіз, қашан қай медицинаны бітірдіңіз, қай жерде қандай жұмыстар істедіңіз? Сәлеметсіздер, көріп отырған қауым. Мен енді 1966 жылы мектепті бітіріп, Жамбыл өңірінде, Меркі ауданында, содан Қырғызстанның медицинасына түсіп, сол жақтан бастап, 72 жылы өзіміздің Алматының Асфендияров атындағы медицинаны бітірдім. 72 жылы. Содан стационарда, 12-ші больница, сол жерде терапияда, стационарда дәрігер болып, терапевт болып жұмыс істедім. Сол жұмыс істеп жүрген жылдары 4-5 жыл сол жерде стационарда істедім. Содан стационарда істеп, бір түрлі көп нәрселерді көріп, жас мамам ғой. Сонда да жаңағы қолымнан келмей қалған, неге біз көмектесе алмай қалдық деген өкініштер болды сол кезде жұмыс істеп жүргенде. Терапевт деген сіз жалпы қарадыңыз? Иә, жалпы қарадық. Иә, жалпы ол жерде бізде ол кезде гастроэнтеролог бөлек, анау гепатолог бөлек деп үйтіп бөлмейтінбіз. Бәрі терапия отделениесінде жататын. Сол ішек қарын ауыратындар да, бауыры ауыратындар да, бүйрегі ауыратындар, бәріміз бір отделение, бәрі бір отделениеде жататын. Сонда енді сол 4-5 жылдың ішінде көргенім, бір схемамен емдедік. Шынымызды айтсақ, қолымызда бәленше деген аурумен, гастритпен келсе, язвенный болезньмен келсе, қандай анализдерді алуымыз керек, қолымызда списогымыз бар. Именно сол анализді, ол керек пе, керек емес пе, оны біз ойламаймыз. Протоколменен дәрігер келді, ауру келді, соны біз толтырып жіберуіміз керек. Лаборатория именно сол анализдерді жасау керек. Оны тексеретінде өзіміздің администрация тексеріп келіп, неге мынандай анализі жоқ деп айтатын. Содан кейін сол анализдерін алып аламыз да, және емдейтін емнің өзінің списогі бар. Мішәлде жаңағы язвенный болезньді, жай гастритті, эрозияны қалай емдейсің? Сол списокпанан сол дәрілерді береміз. Бермесең тағы да неге мынандай емделмеді, мынандай дәріні алмады деп тұрып, соға айтатын біздерге. Соны тек протокол жұмыс істеуге
бізді үйреткен. бір қадам былай, бір Қадам былай, аттап самостоятельность не должно быть у нас. Содан кейін сол жаңағы схема менен істеп, тіптен сол схемаларды дұрысы болғанын, бұрысы болғанын, соның елдері өлім кандидатский жазып, докторский жазып атты, шынымды айтсам. Бірақ қайтыс болып кеткен адамдарды көргеннен кейін, сол протоколымызбен емделіп атқанның ары қарай айықпағанын көргеннен кейін түңіледі екенсің. Мен бір түрлі сол общий терапиядан түңіліп кеттім, шаршап кеттім. Шаршағанда жаңағыдай адамдарды көргенде, қайтыс болар адамдардың қиналысын көргенде бір түрлі жаным ашып, өзім жылап солармен бірге ойландым. Неге бұлар солай болып жатыр? Неужели әлі дамыған жоқ? Менің әкем айтатын еді, медицина деген вперед должен смотреть. Неге до сих пор нету ем деп. Әкем өзі сөйтіп айтатын еді. Сонда мен де ойланып, неге мынандай деп. Содан кейін ол аурулардың бәрі хроник болып келген аурулар ғой, период обострения. Оны тек 10 күн ғана, ана график бойынша 10 күн ғана жату керек. Оның 10 күннен артық жатқызбаймыз. Тәуір болды ма, болмады ма? Кішкене тәуір болды ма? Болды, шығарып жібереміз. Ана поликлиникаға барыңыз, сол жердегі терапевт сізді учетқа алады. Содан кейін жылына 2 рет шақырып тұрады, емдеп тұрады деп сөйтіп жібереміз ана кісілерді. Апай, тәуір болды дегенде біз ана жазылып етпейміз, кішкене қиналған, жан қиналған. Острый периодты кішкене басын қырайды. Жаңағы берген дәрі-дәрмегіміз, істеген әрекеттеріміз. Сол кішкене тәуір болғанынан болды, шығарып жібереміз ғой. Енді қазір мен түсініп отырмын, ол ауру емделді деп емес, аурусынымды кішкене басып қойды, ол қайтадан басын көтереді, басқа. Ол өзіне ыңғайлы уақыт келгенде ол қайтадан басын көтереді, ол ауру. Біз білеміз оны түбегейлі жазып тастағанымызды. Бірақ ана сондықтан да участковый терапевтке жібереміз ғой. Сол кісінің наблюдениесінде боласыз деп. Соны көргесін кейін мен ойладым, ана стационарға обострениемен келеді екен. Может, я начну анау бас жағынан деп поликлиникаға ауыстым. Сөйтіп поликлиникадан көрейінші, ана қандай адамдарды қалай біз не қылады екенбіз деп. Созылмалыға нағып кетіп қалады олар десек. Сөйтсек, дегенменен өзіміздің еще мына жаңағы не дейшеді, мына өзіміздің адамдардың өзінің де несі бар. Салақтығы, қателігі, әсіресе мына біздің өзіміздің ұлттымыздың кішкене сылбырлығы бар ғой. Әбден асқынғанда бірақ келеді поликлиникаға. Соның өзінде жаңағы қарап отырсам, сол кісілер, жылда келетін сол кісілер, пока кетіп қалмайынша, сүйретіліп жүреді екен. Бізге келеді, біз оны стационарға жібереміз, кішкене тағы да емдейміз, үйінде әлгі дневной стационар, әлгі домашний стационар деген, стационар на дому деген сондай нелері бар. Соған не қыламыз, сол үйіне барып медсестраларымызға укол салдырамыз, система салдырамыз. Сонымен ана кісі созылаңдап жүреді екен. Нағып сіз лорға кетіп қалдыңыз? Мен тағы да сол жаңағы тағы да ізденіс арқылы. Поликлиникада қанша жыл істедіңіз? Поликлиникада 15 жыл істедім. Терапевт болып? Терапевт болып істедім, заведующий отделение болдым терапияның. Жаңағы кішкентай жаңағы жас мамандардың бәрін өзім қарап, өзім өсірдім енді. Бірақ менің өсіргенімнің барлығы сол. Сізге не үйретті, соны үйретті? Маған не үйретті, мен не білем, мен де оларға соны үйреттім. Институт усовершенствованияға барып усовершенствование аламыз. Баяғы мен институтта оқытқан әлгі категория назальная единица дейді ғой, аурулардың атыменен соларды қалай емделу. Анаға мына таблетка, мынаған укол, мынағандай система. Сол система, сол программа. Соны манан енді келе жаттық. Соны ойладым мен. Мына узкий специализация деген басталды біздерде. Әрқайсысы жаңағы жеке-жеке шыға бастады. Гастроэнтеролог бөлек шықты, жаңағы бауырды қарайтын бөлек шықты, почканы, бүйректі қарайтын бөлек шықты. Содан кейін мен бір түрлі ойладым да, мен неге ухо-горло-нос? Ухо-горло-носқа барғаным, ауылдағы балалардың көбі ревматизм болады да, ауылда балалар рәзіңке етік киіп, шапқылап іштеңкеге қарамай, ол тамағының ауырып атқан елемейді тамақ ауру дегенді ауылда. Бірақ конечном итоге сол балалар ревматизм болып ауырып, терапевтке, ревматологқа учетқа тұрады. Сонда ойладым, бұлар неге олай өйтеді? Мен аны жағынан бастайын, көрейін тағы да деп. Тағы да ізденіс. Мені сол итеріп. Адамдарға көмектесу. 6 ай жаңағы лор дәрігеріне 6 ай переквалификация өттім. Мединститутта оқығанымыз болса да, лор дәрігері ол хирургия жағы, микрохирургия, поликлиникада микрохирургические не жасайды вмешательства.
Стационарда болсаң кәдімгідей тамаққа операция жасайсың, құлаққа операция жасайсың, және жаңағы мына мұрынның қуыстарына операция жасалынады. Сондықтан да хирургияны қайтадан меңгеруге тура келді. Сол салада болдым. Поликлиникада да 7 жыл лор врач болып, лор дәрігері болып істедім. Сондағы вмешательствомыз менің жаңағы лорға жаңағы гайморовый пазухаларына прокол жасаймын. Сол жердегі жаңағы жиналған слиздәрін, маңқаларының бәрін жуамын. Сөйтіп жаңағы бір 5-7 күн емдеймін поликлиникада. Ку-ку жасатамын. Тамақ ауырса жаңағы тамағын онда шприц болған, шприцпанан жуамыз жаңағы лакуналарын, гнойные пробки дейміз. Острый периодта оны жумаймыз, острый периодта шайқаймыз. В общем, сондай әрекеттер екен. Оның бәрінде түбегейлі жаңағы немізді, ауруымызды емдеп тамырымен жұп тастамайды. Тамырымен жұп тастамайды. Оның сол жаңа жеңілдік береді. Оны ары қарай былайша айтқанда көміп, ары қарай қуып жібереміз. Тереңдетіп, қуып, ары қарай жуып, ары қарай оны бері шықса, бері шықты, бері шықпаса ары қарай итеріп жібереміз. Ағзада жатады ол. Ол жатады, ол өзі тағы да өзінің кәдімгі вулкан сияқты өзінің бір моментін күтіп жатады. Жарылады дейсіз. Кімнің ағзасы кішкене иммунитеті слабый бола бастайды, сол кезде жаңағы кішкене суықта қалып қалды ма, не бір ашты бірдеңкені қатты ішіп қалды ма, не тамақ ішпей бір нәрсе болып қалды. В общем, қандай нарушение болады жалпы организмде, сонда анау басымды қылқайтып көтеріп алады да, тут же обострение береді. Рахмет, міне құрметті көрермендер, мұқият тыңдаңыздар. Мен қазір Әли апайға өтініш айтып жатырмын, бұны цикл жасасақ деп. Өйткені мен адамдарды талай рет жинаған кезде, тіпті бизнес бастауда 1000 адам отырады. Сонда мен бір рет қалжыңдап айттым, мына өңештен өткен тамақ қайда барады десе, ешқайсысы дұрыстап айта алмайды. Қарын деген не, асқазан деген не, 12 ішек деген не, ащы тікшек, тоқ ішекке барады дейді, асқазанға, қарынға барады дейді. Содан кейін қайда барады десе, тоқ ішек, ащы ішек. Ешкімде мүлде 1 грамм түсінік жоқ екен. Көлігін білет, моторға мынандай май қою керек, коробқа мынандай май қою керек, суды радиаторға қою керек, ана терезе тазалайтынға тасол қою керек деп оны сықылдатып айтады. Ағза жайлы түсінік 0 екен, 1% да жоқ. Сондықтан біз сіздерге әліппе, ликбез дейді ғой. Әли апайға мен жасап отырмын. Мына тамақ жайлы бөлек бір хабар жазсақ, мұрын қуыс жайлы бөлек бір, оның құлақ жайлы бір қарапайым бұны қалай күту керек. Егер ауыра қалса, қарапайым жолмен қалай емделу керек екені жайлы бір шағын ликбездер сіздерге айтып бермекші. Бүгін апай тамақ мәселесіне келсек. Тамақ. Енді бұл басында острый фаза дейді ғой. Қазақша қабыну түрі. Острый фаза. Ангинадан басталады ғой. Ангина деген не, бұл қайдан бай болады? Ең бірінші мына суық далаға шығамыз ғой, мысалы қыстың күні далаға шықтық дейік. Сонда дем алдық. Ауызды ашып дем алғанда, или мұрынменен дем алғанда, суық дем бірінші өңешке жаңағы мына біздің жұтқыншағымыздың алдына барады. Ол алдында жаңағы біздің бездер тұрады. Мына миндалина деген ол ең біздің бірінші барьер, бірінші безіміз. Қалқан, бірінші қалқан, қорғаушы қалқан. Сол суық дем сол жерге барып, анаған ұрылып барып жылайды, жылып барып ары қарай өтеді. Ары қарай уже дем бронхымызға, трахеямызға өтеді. Өңешке, жаңа өңеш емес, өңеш деген уже ана жұтқыншақ жақтағы не ғой, амынау дыхательный, дыхательный неге түседі. Жаңағы біздер айтамыз трахея, бронхи деп айтамыз ғой. Сөйтіп барып өкпеге уже жылы ауа барып түседі. Ал енді онымен қоса түрлі ауада жүрген вирустар, ауада жүрген микробтар, олар да сол жерге келіп бірінші миндалинаға түседі, тамаққа түседі. Содан кейін ол егер ана адамның өзінің шынығуы жақсы болса, иммунитеті жақсы болса, ол сол жерде сол бірінші барьерді өлтіреді. Бірінші қамалда түгелде сол жерде қырылады. Миндалинаның жұмысы сол енді. Осал болса ары қарай түседі. Ары қарай түскенде ол жаңағы жөтеле бастайды, тамағы жыбырлай бастайды. Содан енді бірінші қабынуы, ана миндалина өзі қабынады бірінші. Өзі қабынып, не ана жеңіл түріменен егер жеңіл өтіп кететін болса, не кейде жаңа қатты вирустың күші қатты болса, оны іріңдетіп, ана әбден қабынып іріңдейді. Ана микробтармен
төбелеске кіргенде әбден қан жоса болып тұрып төбелесіп іріңдейді. Оген қақырық пайда Иә, содан ірің болып жаңағы фолликулезная ангина дейміз. Сондай қатты ангина болады. Енді апай, бірден сұрақ қойып отырайын. Мен көрерменнің сұрағын қойып отырайын. Қарапайым адам ретінде. Менде де түсінік бар, бірақ мен өзімді бір медицинадан, адамның ағзасын қарапайым жоқ адамның орнына қойып отырмын да. Жаңа миндалина. Неге біреудің миндалинасы мықты болады да, кез келген суық суды іше береді, мороженое жей береді, суық ауада сөйлей береді, ал біреудікі бірден осал болады. Не үшін? Ол жаңағы адамның өзінің табиғи жаңа иммунитетінің күші. Жаратылыстан да болады, Жаратылыстан да болады. Егер иммунитетің күшті болса, сен оны елемейсің. Мисалде, ал үлкен миндалинаның үлкенірек түрі, кішірек түрі, ол жаратылыстан. Адам туғаннан сондай болып туады. Мисалде, мамасында да сондай, әкесінде де сондай болуы мүмкін, балаларында да сондай болуы. Ол не обязательно үлкен болып тұру, ол ауру екен деп есептемеу керек. Ол тек қабынғанда ғана ауру болып есептеледі. Сондықтан оны қайта жақсы, ана үлкен болып тұрса, ол саған сенің барьерің жақсы екен деген сөз. бір адамның бойы ұзын, бір адамның бойы қысқа, бір адамның кепелтек, бір адам жіңішке болады. Дәл сол сияқты сіздің ағзаңызда әртүрлі. Сондықтан адам өзінің осал жерін зерттеу керек. Менің миндалинам осал екен. Жақсы, ол көлеміне байланысты. Екіншісі, оның иммунитеттің төмен болуы неден? Иммунитеттің жалпы ана баланың шынықтыру жағдайында, мисалде шынығу жағдайында, күте берген, жылы су беріп, тамақ шайнап берген сияқты, сөйтіп осал болып қалады. Осал болып қалады адам. Ана суықты да ішу керек, жылыны да ішу керек. Постоянно жылыны ішіп, жаңағы тамағын өфе деп отырсаң, әлгі өпілеп парникта ұстап отырсаң, сол жерің әлгі қай жерің осал, сол жеріңнен ұстайды. Инкубатордың балапаны сияқты. Иә, инкубатордың балапаны сияқты, дәл сол жерің ұсталады. Мұна көріп отырған көрермендерге, кішкентай балалар, немерелеріңіз бар болса, кішкентай балаларыңыз мороженое жеймін десе жей берсін, қорықпаңыздар. Мен өзімнің әйелімен өмір бойы соғысып келе жатырмын. Кешке дейін санасына құйып берген күтін, ана тоңазытқыштан берме, суды жылытып бер, өзі де жылы су ішеді. Айтам, үпілдетпе, біз далада жүрдік қой, қарды алып жейтіміз. Жентек қарды алып жейтіміз. Неге біздің тамағымыз сол кезде бәріміз қырылып қалмадық? Шынықсан ғана шымыр боласың. Сондықтан неге ол ангина болады, ангинадан кейін танзилит болады, танзилиттен кейін бүкіл ағзасы күйрей бастайды дегенде, сіз баланы жас кезінен шынықтырған жоқсыз, иммунитетін шынықтырған жоқсыз. Мына жердегі тамақ безі өте осал болды. Содан кейін микробтар келеді, тез оны жеңеді. Ал ол мықты болса, ол микроб жеңеді. Сондықтан ангинаны уақытында айтады, остерофаза қабыну кезінде емделмесе, дұрыс емделмесе, неге айналады? Елемей жүрген. Кәдімгі хронический танзилитке айналады. Міне ангина еткен танзилит, итпен аяқталды деген сөз. Ол созылмалы ауру болды деген сөз. Созылмалы. Ангина емдеудің жолын айтып беріңізші. Танзилитке айналмай ангинаны қалай емдеп жіберу керек? Әлгі ең бастысы мына өзіміздің табиғи атамыз бен апамыздың жасағаны, тамақты шайу керек, тұзды суманан шайып отыру керек. Кәдімгі қара тұзбен. Қара тұзбанан шайып отырсаңыздар, күніне 2-3 рет, 3-4 рет, сол қабынған кезінде соны манан шайып отырсаңыздар, жылы шай ішіп отырсаңыздар, шөп болса шөп шай ішсеңдер, жаңағы не бар ғой, ромашковый деген шөптер, табы көп жаңа дәрілік шөптер бар, солар манан шалфей бар, солар манан тамақты шайып, тұзды су манан шайып, соларды ішіп отырса, соның өзі жазады. Простой катаральная ангина солай жазылады. Менің марқұм апам 90 жастан астам өмір сүрді, самай шашқан ағарды. Тісі түгел болды. Көзіме ана 90 жастағы адам инені өзі сабақтайтын. Неге дегенде ол кісі табиғи. Соңын тұзды алатында тісі түгел болды. Қара тұзды алып, аузына бүйтіп шайып тастайтын, тамағын шайып отыратын. Содан кейін қандай шөп, қандай неменеге пайдалы, соның бәрін үлкен кісілер білетін. Ал енді қит етсе біз пышылдатамыз. Қазір соны пышылдатып, әлгі ингалип бар, тағы да басқалары бар, солардың бәріменен пышылдатып. Оның бәрі химия ғой. Химия, оның бәріменен біз наоборот иммунитетімізді төмендетеміз. Бірақ жаңағы ана қабынған не беті пленка сияқты манан жабылады да, и как будто қабынғаны басылған сияқты болып қалады. Сондықтан сіз ананы қып-қызыл ақшаға сатып аласыз, химияны сеуіп жатырсыз да. Ізденіңіздер, ютубта, гуглда толып тұр да. Қандай шөппен тамақты шаю керек, тұзбен шаю керек, болды. Ангинаны сөйтіп емдеп алуға болады уақытында. Бірақ екі нәрсе.
біреу шынықтыру, баланы қымтай беріп, мойнына шарф орап, аузын жауып, міне суға жұқпасын деп емес. Керісінше, мороженое беріп керек жоқ, суық суды тоңазытқыштан алып іше салсын. Әрине суық су көп ішуге болмайды. Үпілдете бергеннен кейін ол осал болып қалады. Екіншісі, ауыра қалса, химияны емес, шөппен, тұзбен шайсаңыз, ангинадан сөйтіп жеп аласыз. Емдеп аласыз. Ангинадан ағарай кетсе, танзилит. Оны емдеу қиын. Хронический танзилитке жиі жаңағыдай катаральный ангина бола берсе, дұрыс емделмей қалса, ол өзі хронический танзилитке ауысып кетеді. Хронический танзилит болғаннан кейін, ол значит ана жаңағы миндалинада, тамақтың миндалинасында ар жағында инфекция қалды деген сөз. Лакуна. Лакуналардың бәрінде андай тесік өзінің жаңағы нелері болады, қалташалары болады. Сол қалташалардың ішіне іріңдер толып қалады. Бактерия, вирустар жатады. Солар жатады, ішкен тамағымыздың қалдықтары кіреді, соның бәрі қалады да, шетінен жаймен жаңағы шіри береді, гной бола бастайды. Сол сөйтіп жатады, тағы да бір жаңағы сәтті кезеңді күтіп дегендей. Сыртқа шығып тоңып қалдыңыз ба, аяғыңыз тағы да суда қалып қалды ма, жауынның астында қалып қалдыңыз ба. Сонда анау қырт деп басын көтеріп қайтадан обострение береді. Это уже как хронический танзилиттің обострениесі. Ол совсем басқаша. Ол кәдімгі температурамен өтеді. Өйткені ана жерде гнойлар бар, іріңдер жиналып қалған. Ол үлкен температурамен өтеді, оны жөнді жақсылап емделмесе, оның коварствосы, оның жаңағы әсері өте жаман. Өйткені ол 2 апта, 3 аптадан кейін соның әсері жүрекке білінеді, аяққа білінеді, буындарға білінеді. Бүйрекке білінеді. Біз сондықтан айтамыз, бірінші ем, санация деп айтамыз ғой енді. Біздерді үйреткенде санация, быстро надо его удалять деп айтамыз. Онда емес, оны удалять етпей-ақ, мысалы операция жасап, оны алып тастамай-ақ емдеу керек. Өйткені ол бізге артық ештеңке, өмірде бұл жерде артық ештеңке жоқ организмімізде. Бәрі керек. Аппендицит та керек екен, оның бәрін сплошной кесіп тастап ғой. Кішкене қит етіп тамақ ауыратын болса, дереу біздердің енді айтатынымыз сол. На удаление направляем, потому что это уже осложнение на почке, это на сердце деп шығамыз. Бірақ онымыз дұрыс емес екен, мен оған көзім жетіп жатыр. Енді мына жаңағы миндалина, тамақтың ауыруға көп айтады, суықтан, аяғыңды жылы жүр, аяғыңа саптаметік киген, бұрын аталарың пима киген, жылы жүр, мойныңа шарф орап жүр дейді. Простатит, цистит, суық дегеннен болады дейді. Бірақ мен өтте тәжірибелі Әли апай сияқты үлкен дәрігермен сөйлестім, айтады, суық дегеннен простатит болатын болса, Африкада, Сауд Арабиясында простатит мүлде болмауға тиіседі ғой дейді. Пыстық далада жүреді, қыс болмайды. Сонда простатит пен циститтің көкесі сонда. Ол бактерия. Сондықтан мына танзилиттің ауруы, ангина, ол бактерия. Ол суықтан болмайды. Күтінгеннен ол әлсірей береді. Сондықтан шынығу деймін. Шынығу ғана. Бірінші мәселе шынығу. Аяғыңды да суық суға салып шынықтыр. Одан қорықпай. Мысалы, суық суға салып шомылып болғаннан кейін суық суменен шайын, мысалы, сөйтіп бірте-бірте шынығу керек. Баланы кішкентайынан шынығу керек. Біздерде мына Тараз жақта бір Ақтөбеде бір балабақша бар. Соның несі тәжірибелері өте ұнайды. Соны барлық Қазақстандағы балабақшаларға ауыстыру керек деп ойлаймын. Соны қазір өшірге салып қойын. Ақтөбедегі балабақшаларда 36 жылдан бері денені суық сумен шынықтыру әдісі қолданылып келеді. Бұл балабақшада балаларды суық сумен жуындыру қалыптасқан дәстүр. Жылдың кез келген мезгілінде белгілі тәртіпке сай жүргізіледі. Қыс кезінде де аулада сумен шайынады. Менің атым Милана. Менің сумен шайынып жүргеніме 2 жыл болды. Маған өте ұнайды. Приводят родители детей. Бала кезінде біздің балабақшамызда тәрбиеленген азаматтар қазір бізге балаларын алып келіп жатыр. Әрі бірден суық су арқылы шынықтыруға өтініш береді. Яғни біздің бұл шарамыз ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жатыр. Ал денсаулыққа пайдасы өте зор. Бастысы иммунитетті нығайтады. Керемет. Сөйтіп бастау керек. Балаларымызды үйден бастайық, өзіміз бастайық, ата-аналар, айналайын, жас балалар, жас ата-аналар, қазір сендердің замандарын ғой, енді бірінші балалардың сол денсаулығы өздерінің қолдарында болсын. Апай, қазір мына Қытайдан келген қандастарымыз базарда сауда істеп жүргені бар, құрылысшы болып жүргені бар, агроном бар, бәрі дәрігер болып кетті. Бірінші адамның жылы энергиясын таусылады.
жылы энергиясы таусылса, бұл органды зақымдалу күшейеді. Орган зақымдалу күшейген сайын жылы энергияны көбірек құртылады, сөйтеді, екеуі бір-бірімен байланысты. Бақытбек Рәбілұлы, осы Алматы қаласының тұрғыны. Негізгі мамандығым спорт саласы, бұл медицинаға ешқандай қатысым негіз жоқ. Негіз осы Тұрсынғұл Әсемханды жалпы әлеуметтік желіден оқып біліп, осыны оқыдық. Жалпы мен мынау әйеліммен, бала-шағаммен, жалпы отбасыммен оқып жатым десем болады. Жалпы Тұрсынғұлға үлкен рахмет, осындай Қытайдың үлкен медицинасын осы Қазақстанға кеп, осы біз сияқтыларды үйретіп жатқанына мыңда бір алғыс айтамын. Қытайдан келгеннің бәрі Қытайдан бірден кейін естиді. Бәрі укол береді, система береді. Сонда бір Бақтыбек деген бауырымыз, мен ешқандай қарсылығым жоқ. Мықты дәрігер бар. Мысалы, Құрманбек деген, мына Шипамет деген өте мықты дәрігер, мына ине салады, игланош салады. Ал енді аналар айтады, ойбай суыққа жолама. Суыққа жолама, жылы киініп жүр, сонан кейін буға орай онкологияны, псориаз, экземаны қындырып жатыр да. Соны Бақтыбекте айтады, бала таппай қаласың кейін. Анау Ахметбек халықты адастырып жүр. Ана балаға суық құйған, ана балабақшаныкінің бәрі ақмақтық дейді. Күйлі болу үшін, қуатты болу үшін адамға жылу керек. Жылу қайдан келеді? Біздің киген киімімізден, ішкен тамағымыздан, қуатты тамақтан, қимыл қозғалыстан, ұйқыдан, міне жақсы көңіл күй осындай нәрселерден келеді. Қазіргі мынау уақытта суықпен шынықтырам, жалаң аяқ жүріңдер, жалаңбас жүріңдер, жұқа киініңдер дейтін адамдар көбейіп бар жатыр. Ал оған біздің ата-бабамыздың миы жетпеді ме? Олар бір жаңалық тауып екен. Бұлай қарасаңыздар, Ахметбек ағамызбен енді арамызда не болып жатыр ғой? Пікір талас деген сияқты. Ол кісі мұзға шомылыңдар, мұзға жатыңдар дейді. Бірақ ауылда балаларын суық суға шомылдырып, ауырып қалған адамдар жетеді. Міне осының кесірінен. Көрдіңіздер ме? Қазіргі жастарды көреміз. Аяғында аяқ киім жоқ, басында бас киім жоқ. Біз оларға бас киім, аяқ киім кигізе алмай жүргенде, бұндай атақты ағаларымыз, енді Алла разы болсын бәріне, мен енді өз ойым, өз пікірімді айтып жатырмын. Мен бұнымен келісе алмаймын. Сол жайлы айтып беріңізші, сіз өте тәжірибе адамсыз. Жоқ. Баланы бастан деген сол жаңағы кішкентай балаларға да баланы жастан шынықтыру деген өте кішкентайдан бастаған дұрыс. Жаңа ғана айтып отырмын ғой, тәжірибе суық суменен кішкене жаңағы сүртсе болады. Бірінші енді бастап прям қорқатын болса, суық суға сразу аяғын малдырмай, сол суық суменен шайдыру керек аяғын. Шомылдырып болғаннан кейін. Бірте-бірте ары қарай одан да жоғары жағына уже суды сеуіп, су шашып, содан жалаң аяқ жүргізіп балаларды бір мезгіл жалаң аяқ жүргізіп табанынан жаңағы суықтың жердің несін сезсін. Қанша нелері бар ғой, рефлексорный зоналар бар. Табиғаттан ажырап кеткенбіз ғой біз аяқ. Біз жалаң аяқ жүру деген, баяғы өзімізде жауын жауғанда қандай шапқылайтын едік. Топырақты шашып тура бет тарпылдатып жүгіретін едік қой. Ыстық топырақты басып жүгіретінбіз. Жауын жауса сол жаңағы шалшық суменен жүгіретінбіз. Сөйтіп жалаң аяқ жүруді білмейді қазіргі балалар. Әдейі әлгі кішкене оқыған ата-аналары, мамалары, папалары жаңағы дорожка қазір сатып алатын бұл бүршіктері бар. Кәдімгі тастардың элементтері бар. Сонда бүршіктер, сондай ковриктарды төсеп қойып ойнасын, соның үстіне отырып ойнасын балалар. Апай, тамақ жағына келсек, тағы да. Менің марқұм Ақбал апам Қытайдан келген, ол кісі мектеп көрмеген адам, бірақ керемет сынықшы болды. Ана арба басып кеткен, иығы сынған, аттан құлаған не бір адамдарды әкеп ойбайлатып тұрып, ана сүйек сынық салып жүретін. Және бір-екі рет көрген, мен есейіп қалғанда 9 жасында, анау гипс салып берген, анау қақсайды, ол кісі біледі да. Ана гипсті алып тастайды да, ананы сындырып қайтадан салады. Бірақ ол кісі өкіметтен қорқады, өйткені мына жақта конфискацияда қашып кеткен, Қытайдың қысымын көріп, мында келген дәрігерге айтып қоймадыр, мені соттатып жібереді. Мен салды деп айтпа деп, ананы алып тастады деп айтпаңдар деп, соң кейін ол кісіге бір орамал бірдеңкесін әкеп береді. Ана сындырып қайтадан салады. Сол кезде мен кейін ойлаймын, қалай ана хирург білмеген нәрсені ана қараңғы ауылдағы 70-80-дегі апа біледі. Сонан кейін ол кісі өзі қалжыңдап айтатын, менің атам Нұрсила аңшы болған екен. Бір тірі қасқыр алып келген кезде, соның құйрығына саусағымды тығып алдым дейді. Не нәрсеге ем бол деп. Содан кейін ана тамақ ішіп сөйлей алмағандарды
қазанның күйесін ана қолына бүйтіп Иә, орайды, смоланы қазанның алып. күйегін алады да, соны жағып жібереді, содан кейін йод тамызады да, тамағын басып берген кезде анадан бір қанды рең ағады. Баспа дейді, содан кейін Баспа дейді, иә, неменен дұрыс. орамалын алады да, ананы көтеріп қоя береді, зор жазылып кетеді. Иә, Содан кейін иә. сол нәрсені менің апайым жасады. Апайымды кейін сол апамнан жұққан деп, апамның баласы болды, Рысқан апайым да. Осы Алматыда тұрғанда сол кісіге адамдар әкеп ататын. Не бір мықты Иә, адам. сондай. Соның қандай құпиясы бар, соны айтып беріңізші. Ол дұрыс па, дұрыс емес пе? Өте дұрыс. Біздің данышпан ғой, біздің ата бабаларымыз данышпан болған шынында да. Оны баспа деп әлгі анандай ангина, мынандай ангина демеген, оның барлығы тамағы ісіп, іріңдеп не қылып тұрғанды баспа дейтін. Соны жаңағы тіптен біздер жақта бір кісі болған екен, жаңағы тамағын басып береді дейтін. Оқтайдың ұшіне жаңағы шүпірек не қылып алады екен де, соны мынан басып, жаңағыны. Йод болса жасайды, әйтпесе жаңағы отқа бүйтіп не қылады, күйдіргенсіп аластап алады екен де, жаңағы миндалинаны басып жібереді екен. Сөйтіп жаңағы жиналып тұрған гнойлар ғой, мен жаңа айттым ғой, миндалинаның өзінің қалташасының бәріне жиналып қалады. Ірің болады, жаңа микробтардың бәрі жиналады, тамақтың қалдығы барлығы іріңдеп жатқан. Соны жаңағы жарып жіберіп, шығарып жібереді ғой бірге. Сол қан құсады? Иә, қан құсады, қанды ірің қысылады, жаңағы лакуналардың бәрі ашылып кетеді, сол бәрі бері қарай төгіледі. Соны мынан жазылады адам деген. Өте дұрыс метод. Мен апамды қарап отырсам, содан Өте дұрыс метод, енді это называется варварский метод дейді. Ана орамалды көтерген кезде, ана бері қарай шығады екен ғой. Қатты көтереді, құсқызады, тамағынан алады да, көйтіп. Иә, дұрыс. Бірінші без ғой, мысалы енді ана ауылдың енді келіншектері бас жуғанда біледі ғой, жағын айырғанда бірінші жаңағы өңештің қасында тұрған не? Осы екі миндалина. Без. Иә, екі үлкен без. Сол енді адамдардікі де сондай ғой, жаңағыны көтергеніңде анау бері қарай аударылады, тілге қарай аударылады, сонымен бәрі бүйтіп. Иә, құсқызып түсіріп тастайды. Соны ешқандай оқымай-ақ, тоқымай-ақ, сол кісілер соны білген, асқынып кетпеу үшін. Енді ангинаның жаңа неден болатыны қайтадан айтайық, ангина осалдықтан, иммунитетті адамды күте бергеннен ангинасы осалданады. Осалданғаннан кейін ол шынықпаған көрген вирус оған жұққыш болады, бактерия ішіне кіріп алады. Емдеуі сол тұзбен шаю, шөп шаямен шаю, ангина болды ма, сөйтіп емдей қоясыз. Егер емдей алмай өткізіп алып тонзиллит болатын болса, оны қалай емдесе болады енді? Енді жаңағыдай үлкен қатты температура болып атса, біздер енді ана температура 38-39 болып кетеді. Сондай кезде енді бәрібір антибиотик береміз енді. Амалсыз, өйткені ана жаңағы микробқа әсер ететін не, ол енді бір жағынан сенің организміңа да анти болып атса да, ана микробқа да анти ол. Его действие, анти. Сондықтан да ол ана микробқа әсер ететіндей дозасын беруімізге тура келеді. 3 күн 5 күн. Иә, 3 күн 5 күн. Одан ары жібермейміз. 3 күн 5 күн соны беріп, температурасын кішкене неғып, одан ары қарай жаңа қайтадан шаюменен. Бұл жедел жәрдем деп айтайықшы, да? Жедел жәрдем, иә, жедел жәрдем. Тек острый периодты басу үшін жаңағыдай ана кісіге ары қарай мысалы жаңағы бүйрегіне, жүрегіне шауып кетпес үшін сондай амалға барамыз. Бару керек енді. Амалсыз. Бүгінше енді сол менің айтатыным жаңағы, өйткені онсыз әзірше болмай тұр ештеңе. Ол кезде шынығуға болмайды. Сондықтан острый фаза дейді ғой, ауру қабынып, 2 апта, 3 апта ангинадан кейін, мынандай қатты ангинадан кейін шынығуға болмайды. Өйткені ол физический нагрузка болып кетеді. Ол ананы қайтадан қоздырып жіберуі мүмкін. Өршіп тұрған кезде кішкене тыныштық керек. Жаңағы антибиотикпен, не болмаса бір шөптермен, көп су ішу керек, көп шай ішу керек, су ішу керек. Терлеу керек, ана ненің бәрі шығу үшін. Ал енді токсиндары шығу үшін, біздің қазақта оранып терлеген сол периодта, именно острый периодта ол да жақсы. Терменен шығады деп айтамыз ғой. Аяқты да неменеге тұзға салып, тұз суға салып отырады. Тұзға салып. Именно сондай периодта. Сол кезде ғана. Сол кезде ғана. Жылумен ұстау, мына Қытайдың келіп жатқан ағайындардікі бір-ақ жағдайда. Сен қозып, ауру қабынып тұрған кезде, асқынып тұрған кезде, сол кезде термен токсиндерді шығарып, ыстық суға тұзды салып отырып, шығарып алғаннан кейін, бірақ артынан амал шынығу. Иә, қайтадан жаңа өзіңнің қалыптағы шынығу тәсіліңе көшуің керек. Яғни суық сумен? Суық суменен жуыну, суық суды манан жаңағы үстіңе не қылу, аяғыңның өзін сол тұзды су болса да суық суға салып отыруың керек. Суық.
Содан кейін жаңағы енді мен осы тәсілдің бәрін өзім білу үшін, көру үшін әдейі осы жан мен тәннің орталығына бардым ғой. Әлем көрген оқиғаңыз айтыңызшы, қандай болды? Сол көріп өзімнен әлгі неме через себя пропустить дегенде өзім көріп, өзім не қылайын, ана туысқандарым, бауырларым бәрі айтып отыр ғой, апа, сіз не болып кеттіңіз деді, байқаңыз деп. Я говорю, жоқ, мен іштей сеніп тұрмын. Іштей көзім көріп тұр, естігеннің бәрін ұғып тұрмын, түсініп тұрмын. Я физически, физиологически солай болу керек екен түсіндім. Сондықтан да әдейі бардым. Сіз дәрігер болғаннан кейін көп айта бастады ғой. 59-шы ағымға мен бардым, әдейі просто көру үшін бардым. Соның кейін енді өзімде де артрит нелер бар ғой, жасым деген 76-та, Алла бұйыртса, міне осының 18-інде толамын, ноябрьдің. Сол барып көрейін дедім. Сонда жатқанымда енді Алланың бұйрығыменен 2 дәрігер бір палатада жатып қалдық, бір комнатада. Сонда екеуміз де аң-таң болып, және бір-бірімізге қандай біз, ол кісі реаниматолог болды, анестезиолог. Сонда өзі жүрегі ауырып келіп отыр. Өз жасын шешесін? Ол жас қайда 76-шы жылғы келіншек қой енді. Соны айтады, оның енді ол мен түсіндім дейді, 2-3 күн лекцияны тыңдағаннан кейін айтады, мен түсіндім менің ауырым. Мен режимім жоқ дейді. Режим жоқ, любое время нас могут вызвать на операцию. Анестезиолог. Ұйқы дұрыс емес, естественно, питаниесі дұрыс емес. Сондықтан да ол сол жылдай жаңағы жиналған, хроническая усталость. Вот, хроническая усталость у нее привела как к депрессивному синдрому. Эмоциональный және өлейін деп адамға. Соны наркоздан шыға ма, шықпай ма, шығаралам ба, шығаралмай ба. Соның барлығы нагрузка болған ол кісіге. Ал енді мен өзімді айтатын болсам, өзімдікі де енді сондай осынша жылдық тәжірибенің бәрінен біртүрлі шаршадым, неге ешкімге ештеңке көмектесе алмаймын. Өткенде бір интервьюда айттым ғой, әкемнің қайтыс болғаны, қайтыс болардағы айтқан сөздері, мына докторлар сендер тек адамды өлтіруге жаралған екенсіңдер деп. Күйеуімнің үйдегі кісінің 36 жыл ол кісі летчик болып істеген адам, соның ең соңғы сөздері тоже мен сендерден күдерімді үздім, үмітімді үздім, сендер оказывается медленно меня убивали деп. Сен де соған қосылыпсың ғой деп маған айтқан сөзі прямо көкірегімде әлгі ком болып қалды дегендей, тас болып түйініп қалды. Дәрігерлерге Құдай де сенеді ғой, мынау мені жұлып емдейді. Өмір бақи енді сеніп жүрген несінде, и тут маған солай деп айтты да, сен де соларға қосылып кетіпсің ғой деп сөйтіп айтқан тас болып қалды. Содан кейін прям сенің неңе барып көрейін дедім, орталыққа барып көрейінші. Мен өзім күйзеліп кеттім. Сол 4-5 айдың ішінде ойымнан жаңағы сөз кетпей, қайта-қайта айлана береді ойымда. Өзім депрессияға түсіп кете жаздадым. Содан әдейі бардым. Сонда барғандағы көргенім енді керемет. 2 күн лекция оқып, бір сағат лекция оқып, лекцияны тыңдап болып, жаңағы жағаға барғанымызда елдің бәрінің воодушевлении, қандай адамдар болды, неше түрлі адамдар, үлкен кісілер, менен де үлкен кісілер болды. 80-нен асқан кісі болды, 84-те кісі болды. Солардың барлығы қандай сеніммен барған. Во-первых, көздері жайнап, сенімменен мен мына жерге түсемін деп жаңағы апа, сіз мына жерге түсесіз бе? Екеуміз бір-біріне қарағым дейтін. Апа, сіз түсесіз бе десем, түсем, мұздай ештеңке жоқ дейді. Содан ол кісі кішкене саялау жеріне қалдырдық ол кісіні, өзіміз ар жағына қарай кеттік. Сондай жаңағы құлшыныспенен барып түскенде енді керемет. Айтарға сөз жоқ. Альяпа суға түсіп жатыр. Бірінші суға түстік, потом жылы суға түстік. Таудың етегінде, Алатаудың бөктерінде. Керемет. Екінші күні
жаңағы бізбен бірге енді сол топпыз ғой, топпен барып түсіп жаттық. Екінші күні емес, үшінші күні жаңағы бір келіншек бар екен, алдында айтқан жоқ болатын, yani бір-бірімізге дәрігерміз деп ештеңке деп айтқан жоқпыз. Сонымен жаңағыда бір сөзден сөз шығып кетті, лор дәрігермін дегенде ана кісі айтып қалды да маған, ой, менің мына носоглоткам бәрі хронический деп сөйтіп сөйлеп қалған. Содан кейін үшінші күні барып бәріміз түскеннен кейін жаңағы кісі екі рет былай түсті да, үшінші рет түсіп тұра бергенде жаңағы мұрнынан бірдеме саулап кеп кетті. Жаңағы шығып уже бүйтіп шашын қайырып енді шығып жатқан бері қарай. Содан бір уақытта саулап кетті, ойбай ағып кетті. Біз ойладық қан ағып кеткен екен деп. Жалт қарасақ жоқ, жаңағы сап-сары маңқа ағып жатқан жаңағы. Ірің ғой ол. Ірің, иә. Мен енді как лор врач білем ғой, это же вот это слизь барлығы ағып жатыр. Сап-сары жаңағы жиналған не. Өйткені ол хронический болған ғой, өкісінікі. Оның барлығы бет жағы жабылып, қабыршық болып жабылып, стенка утолщенный деп айтамыз. Стенка полостей, там пазухи, гайморова пазуха, лобной пазухи утолщены деп жазып береді рентгенде. А фактически это картина хронического гайморита, хронического фронтита. Солардың бәрі жаңағы 2-3 күн жаңағыдай суық стрессовый ситуация берілген ғой организмға. Сонда анау ашылып кетіп отыр ғой. Қандай керемет, ақты келіп тазаланды ана кісінің жаңағы шыңғырып айқайлағанда қуанғанынан айқайлады. Мен мына жерден жазылдым деп айқай салды ғой жаңағы. Сондай кереметті көрдім. Ал дәрмен оны керісінше... Иә, біз оны қаптап жаттық қой. Все время жаңағыны заглаживали дейміз ғой. Заглаживали, заглушали. Острый периодында заглушать етіп тұрды. А фактически жаңағыдай стрессовый ситуация жасап организмға. Сөйтіп барып оның жаңағы хронически әбден қатып қалған жаңағы шеміршек болып қалған іріңдерінің өзін жібітіп лақтырып жіберді ғой организм. Адамның ағзасы шынында да мықты ғой. Адам өзін өзі емдей алатын енді міне 100% көрініп тұр ғой. Енді мен никто не придумал дегенде енді ертең сендер неге шықсаңдар, может чатқа шығып іздесеңдер ол келіншек табылатын да болар. Сол жаным айтайын дегенім, адамның барлығы өзінің емі өзінен артылмайды екен. Табиғаттың күші, иммунитеттің күшімен өзіңе тырысуың керек, өзіңді жазам деуің керек, ынталануың керек, тырысуың керек, өзіңді қамшылауың керек десе. Тамаша, көп рахмет. Только осылай. Көрермендерде мынандай сұрақ туындайды. Сонда дейді, мен ана эфирге шығам, бүйрегім ауырады, бауырым ауырады, қалқанша безім ауырады, тізем ауырады, бұған ем бола ма дегенде мен бүйтіп айтам. Далада жүгіріп жүрген аң, ұшып жүрген құс, ешқайсысын поликлиникаға барып, біреуін гастроэнтеролог, біреуін эндокринолог, біреуін нефролог, біреуін кардиолог емдеп жатқан жоқ. Табиғаттың құдіреті емдеп жатыр. Олар үнемі қозғалыста, үнемі аязда, ыстықта жүргеннен кейін олардың ағзасы әбден шыныққан. Сондықтан табиғаттың алдында дәрменсіз ауру. Иммунитет көтерілген кезде ауру дәрменсіз, бәрін қуып шығады. Емделмейтін дерт жоқ. Осы табиғи жолмен бүкіл ауруларды емдеп жазуға болады ма? Бұл көзім жетіп отыр, 100% көзім жетіп отыр. Өйткені бүткіл іштегі ағзаларының бәрін емдеуге болатынына көзім жетті 100%. Айналайын қауым, айналайын бауырларым, осы кішкентайдан балашағаны шынықтырыңдар, тауға апарыңдар, суға апарыңдар, түсіріңдер суға, үйде шынықтырыңдар, ваннаға түсіріңдер, суық судағы душқа түсіріңдер. Соның бәрінен өздерің балаларыңды, өздеріңді, үлкен кісілердің бәрін шынықтыруменен дәрісіз, дәрменсіз емделуге болатынына көздеріңді өздерің жеткізіңдер. Мына егер тағы да бір көріп, тағы да бір тыңдап көрейікші, осы орталық не деген орталық екен, бұл кім екен деп не қылсаңдар, 200 теңгені аямаңдар айналайын. 200 мың теңгені аямаңдар. Ал өмірден қымбат емес ол ақша. Поликлиникаға 2 рет барсаң, соның жартысы кетеді. Анализберен жаңағы алатын дәрі-дәрмектеріңмен кетеді жарықтарым. Сондықтан да осы орталыққа барып, өздерің көздеріңді жеткізіп келіңдерші, мен соны тілеймін сендерге. Адам өзі көріп білмесе, енді мына айта бергенде әлгі немене ауыз жауыры болады, құлақ жауыры болады дегендей, бірақ дегенменен көзбен көріп қолмен ұстағанға не жетсін. Соны жарықтарымызға айтқым келеді жарықтарым.
біздің ұранымыз ана суық сумен, табиғатпен достасқаның, аурумен қоштасқаның. Осы бүкіл қазақтың ұраны болуы керек деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын. Өйткені қазір мен өзімнің чатында өзім бауырларыма күніге салып тұрам, сенің айтқан сөздеріңді салып тұрам. Таң атқанда жаңа сағат 5:30-да жаңа жіберіп атам ғой, сонда айтады ғой, апа мына қыз ұйықтамайтын болыпты ғой. Ерте жатып, ерте тұруда ол да бір шын. Ерте жатып, ерте тұруда. Кішкене қызым айтады ғой, мама, ты в 12 только ложилась или там 2 часа ложилась. Что с тобой? Я говорю, мен өзгердім. Табиғатпен Мен үйлесімді. өзгердім, иә. Өйткені үйдің жанында көршім бар, ол кісі енді менен бұрын бірталай бұрын келген Серке Қожамқұловтың қызы, кенже қызы, актердің, сол кісінің қызы өте керемет шынығуменен айналысады, тауға жаяу жүреді, Бутаковкаға дейін жаяу барады, суға түседі. Соны сол кісі мені не қылатында, жүріңдер ал кеттік деп. Ертең сағат 6-та ол кісі уже кетіп бара жатады, 5:30-да кетіп бара жататын. Сол кісіге қызығып тұратын. Енді үйде онда үлкен кісі бар, сондықтан да мен енді ол кісіден шыға алмадым. Жаңа құрдастарым айтып жатыр ғой, енді өзіңізге өзіңіз уақытты бөліңіз апа деп. Өте дұрыс. Сол Апай, менің шешем 88-ге келіп қайтты. Сол кісі үнемі тамақ ішіп отырғанда кешке бата жасап отырған айтатын, я Алла, алсаң абыроймен ал деп. Соны мен басында түсінбейтін, абырой дейтін енді ол кісі бір ұрлық жасап, елге сөз болып десем, менің нағашым жатып қалған, инсульт болып. Соны айтады екен ғой, масыл бұғымай, қинамай, ауырпай ал деген. Ол үшін адам еңбек сіңіру керек. Сізге де сол абыроймен 100 кемінде жас жасап, мына артритіңізден құтылып, Алла берген жасын жасайық. Мына жинаған тәжірибеңізді ағайын туғаныңызды ғана емес, мына қазақ халқына беру үшін біз талай әлі біраз хабарлар түсірсек. Өйткені бидің айтқан байқұсты айтады, аузым дуас жоқ дейді. Мен де айтам, мен де көп тәжірибе жинадым, бірақ менің аузым дуас жоқ. Ал енді 52 жылдық тәжірибесі бар адамның сөзі өтеді деп ойлаймын сіздерге. Өйткені ешқайсыларыңызда осыншама тәжірибе жоқ қой енді. Қанша поликлиникада істеген, больницада, стационарда істеген, оқыған, өзі қолмен талай операциялар жасаған, жеңіл-желпі мына мұрынға, тамаққа жасалған, қуыстарға қанша мың адам қолынан өткен осыншама аурулар. Және бұл кісіге мен өте риза болып отырғаным, осы жаста келсе де пікірін өзгерту өте қиын адамға. Өйткені 7 жыл бойы сізді оқытады. Өмір бойы мынаны былай деп оқытты. Қанша совершенство врачиға барғанда оқытты. Бірақ ана неменесі бар адам сыни ойлайды. Критический мышлениесі бар адам, неге бұлар жазылмады? Мүмкін мынау дұрыс шығар деп. Әйтпесе көптеген дәрігерлер, мынау алаяқ, кеше бизнесмен, бүгін мына адамдар жинап басын қатырып жүр. Қой шары, ол не білет дейсің деп, сөйтіп қолын сілтей салатын еді. Ал бұл кісі өз басымен келіп, 7 күн бойы қатысып, суға түсіп, қабылдай алды. Ол үлкен ерлік қабылдай алу. Сізге сол үшін рахмет. Бала-шағаңыздың өсіріп отырған немере шөберелеріңізді қызығын көріңіз. Рахмет жандарым. Міне, құрметті ағайын, бұны тарату керек. Максимально бүкіл қазаққа тарату керек. Қазақтың даласы кең, ауасы бар, таза ауасы, суық суы бар, таза тамағы бар. Мен Европада болдым, Қытайда тұрдым, онда мұндай мүмкіншілік жоқ. Қалың 15 миллион тұратын қалада таза тамақ таба алмайсың, таза ауа таба алмайсың, таза табиғат таба алмайсың. Сондықтан қазақ халқы ең дені сау, ең жасы ұзақ, ең бақытты халық болу керек. Ол біздің қолымызда. Ол үшін сананы өзгерту керек. Химиялық дәрі тек қана улайды, ал табиғат емдейді. Бұны апайымызға ұзақ өмір тілеп, лайк қойып, комментарий қойып, алғыстарын жаза жүріңіздер, астына комментарий жазыңыздар. Біз уақытымызды тауып соған жауап беруге тырысайық. Ал енді бүкіл ағайын туғаныңызға осы видеоның сілтемесін тарата жүріңіздер. Табиғатпен, суық сумен достасайық, аурумен қоштасайық. Қоштасайық, біздің ұран осы. Рахмет айналайын.